Аяуға звондап жатырмын. Жана көтерген кезінде үйден емеспін, подругам үйүндемін деп. Енді адресін айт, қазір барам десем, телефонды өшіре салып жатыр. Аяу қайда, не істеп жүр, білмеймін. Көп нәрсені жасырады. Бірінші рет звондап жатырмын. Мені до того блоктап тастаған. Гудок бармайды. Қайда, не істеп жүр? Көтерет, өшіре салады, короче. WhatsApp'tan блоктап тастағам, лайк көтермейді. Инстадан звондап жатырмын. Алло. Алло. Ау. Видео бастай, видео. Алло. Алло. Ау. Видео бастай, видео. Не жүр ғой мен? Қыдыртып жүрмін. Сен не қыламын сен? Жоқ, қай жерде жүрсің деймін. Мынау сайна жақта. Жоқ, қай жерде жүрсің деймін саған. Сайна Момышұлы. Сен жайма телефонды өшіре саласың бағана? Мына жақта сет ұстамайды. Мазган қыртпаш, сен қазір, хорошо, қазір барам, и мынандай телефоннан көрейік. Егер де сен өзі өшіп қойған болса, ол өзі көрсетіп тұрады. Егер сен өшірсең, Жарайды. маған адресін жібер. Қарасай, өшіре салады. Қазір бір адрес жіберді. Сол адреске бара жатырмын. Көреміз, сол жақта бар ма, жоқ па. Одан кейін бағана негізінде басқа адреста жүрмін деген. Уже мына жақта жүр екен де, значит, олар бір машинамен жүр деген сияқты ғой. Ничего, несін, қайсы магазин? Не басыл жақта? Блогерлер отыр. Қай жерде? Не басыз? Қай жерде? Ана жерде ма? Оң жағында ма? Сол жағында ма? Жоқ, қай жерде отыр? Не істейсің қай жерде? Жоқ, айтса қай жерде отыр? Түсірмең ғой. Жоқ, қай жерде магазин ашылып жатыр? Көрсетші маған ана жерде. Шиномонтаж дейсің бе? Білсін де ел кімді алдап жатқанын. Осы жерде ма, ана жақта ма? Жүр, менімен барасың ба, или өзім барайын ба? Бүкіл сторис өшіріп тастаң ермай. Маған айтшы, магазин сол, ашылып жатқан магазин қай жерде? Өшірмеймін мен, сен эфирде өтірік айтасың өйткені. Не деп өтірік айтасың? Эфирде 200-сің сен, өмірде де 200 екенсің сен. Мен подругамен жүрген болам. Хорошо, сен маған магазинді көрсетші, хотя бы саған бір кішкентай. Ол жақта қыздар бар. Қандай? Блогерлер бар ол жақта. Не істейсің? Не үшін көрсетпейсің оны, жарайды ал. Не үшін көрсету керек? Не үшін көрсетпейсің? Не үшін көрсетпейсің, айтсашы? Аяу, сен прекрасно біліп тұрсың ғой, осыдан кейін қалай болатынын. Өшірің. Нормально. На телефон. Не үшін өшірем? Сен үрлеш кәні? Үрлеш? Өшіріп тастаң. Өшірің. Өтірік көп айтасың. Сол нәрсе, сен даже өшірге баратын болсаң, мен сені өзімде апара алатын едім. Егер де өтірік айтсаң, екеуіне мына жерден страшно арақтың спиртный шығып тұр ғой. Өшірің маған. Мен сенен деп айта алмаймын, ше, бірақ сенен шығып тұр, ше. Мен жындығы болсын ба? Шашқыңыз Мен бүкіл стористі салып жатырмын, ше, салам, потому что білсін. Хорошо? Адекватно сөйлесуге болады дейсің. Хорошо, мен саған камерадан не үшін қорқасың, егер де сенікі бәрі дұрыс болса? Не үшін қорқасың? Мен камераны не үшін түсіремін, мысалы, саған түсіндіре салайыншы. Бұл кісі өйткені көп өтірік айтады. Өтірік айтқаннан кейін маған неудобно. Жоқ, енді мені түсірмейтін шығарсыз.
мен сені былай түсіріп тұрмын же, былайынан. Сен түсіріп тұрған жоқ. Мені көріп тұрсың ғой, Хорошо. Вообще жалпы түсіндіріп жатырмын да, не үшін видео тұратын. Ертең бұл кісі тұрады да, ол келді да мені ұрды, или бір нәрсе дей салуы мүмкін да, бұл кісіден шығады. Жоқ, шынымен эфирде өтірік сөйлейді да, сол үшін мен түсіремін. Не үшін түсіріп жатсың деп жатыр ғой? Сенің өтірігің үшін келіп отырмын, былай айтқан кезде. Өтірігің ясно вот, что если өтірік емес екенін дәлелдесекші қазір. Хорошо, дәлелде, при чем тут енді бұл? Мен лично өзім сізге жіберемін видео. Жоқ, маған қазір көрсетші онда. Сіз қазір барып көрсетемін, поэтому ол жерде адамдар бар. Үміткер болып келдің? Жігітім емессіз ғой. Хорошо, жігітім болмай ақ қой, но сен маған үміткер болып келіп отырсың ғой? Онда не үшін келесің сен маған? Жоқ, не үшін келесің сен маған онда? Сен егер ішіп қаңғырып жүретін болсаң, не үшін келесің? Менің позорым шашып, не үшін келесің онда? Сенің позорың ол, сен істеп атқан нәрсе түсініп жатсың ба? Позорно. Үміткер болып келдің? Енді жаңа сторис салып жатыр ғой, мен позорым шығарғысы келді ма деп, енді типа жаңа енді жаңа сторис салып жатыр ғой, мен позорым шығарғысы келді ма деп, енді типа жаңағы жерді көрсетіп деген сияқты. Хорошо, магазин түнде ашылу бола ма деген сұрақта менде мақұл болып қалды екен түнде ашылу магазиннің. Күшті. Енді неге ол жерді жасырады? Және де неге ол мен звондаған кезде көтермейді? Біреудің ұлдардың дауысы естіліп қалған кезде өшіре салады, және де көрсетпейді, тығылып, ең соңында бәрі біткен кезде мен қылдап звондай бергеннен кейін, стористер сала бастағаннан кейін, ол далаға шығып адресін береді. Сол адресті бергеннен кейін сол жерге бардым. Мен уайымдап бардым, шыны керек. Мен өзім болашағым көрген адамды, мен шынымен де болашақты көрдім ол адамнан. Негізінде қанша адам жаман пікір айтса да, мен сол кісінің сөзін сөйлеп, дұрыс жағына қарай алып жүрдім. Енді мен андай болып қалдым да просто. Өзімнің болашағымды көрген адаммен бір сенбей қызғанып барғаным сол. Шынымен де бір майшамен қарайтын нәрсе бар негізінде. Мақыл ашылуына барсын, түнделеп не істеп жүр, маған ескертпей деген сияқты. Мынандай да, біз всегда ер адамдар осындай жағдайға түсіп қаламыз ғой. Соңы кім кінәлі, ер адам кінәлі деген сияқты. Нан айтып жатыр ғой, немене позорым шашып жатсыз деген сияқты. Негізі қыз баланың жүріс тұрысы ол ер адамның абыройы. Сол үшін ол менің жанымда жүргенде, менімен таныстықта жүрген кезде оның дұрыс жүріп тұрғаны мен үшін қатты маңызды. Прям қатты маңызды. Сол үшін мен бардым, сол үшін мен уайымдадым. Барғанымда сол. Бірақ жаман көрсетейін деген мақсатта емес, просто сол кейде бір асырып айтатын нәрселер бар болғаннан кейін видеоға түсіріп тұрдым. Ол менің өзімнің бір сақтығым болды, сақтанғаным болды. Сіздер маған айтпай қойыңыздар, өйткені как есть солай түсірдім, солай бар, солай. Аяу жаңа сторисінде айтып жатыр ғой, өте ауыр сөйлеп кетті деп ше. Ешқандай да ауыр сөйлеген жоқпын ше. Как есть бардым, сразу телефон шығардым, түсірдім. Полный түсірілген нәрселер менде бар да негізінде. Бөліп салдым. Бірақ және тағы да ана жерде айтып жатыр ғой, жаңағыдай машинада жүрдің деп айтты деген. Менде видеода ешқандай ондай сөзім айтқан жоқпын. Біреудің машинасында жүрдің деген сияқты нәрсені айтқан жоқпын. Мына жерде үйде отырсыңдар ма дедім, потому что телефонмен сөйлескен кезде үй болып тұрды, мен үшін ол, мен көрген кезде. Сол үшін мен оны уайымдап, мен сұрадым. Ол кішкентай болғаннан кейін, может біреу бір қызығып бір жерде жүрген шығар деген сияқты. Мен үшін ол маңызды болды, ол қаяқта жүргені. Неге ол маған айтпайды, неге ол жасырады деген нәрсе болды. Түсініп отырсыздар ма негізінде? Қаншама адам жазып жатсыздар ғой қазір, қаншама уже бір 200-ден асып кетті ме сообщение уже кішкене уақыттың ішінде. Сол достар, артылама деймін. Үй жаққа келдім. Магазинге келдім. Қолдап жатқандарыңызға рахмет же. Но бірақ как есть қой, как есть. Неге мені алдайды, неге ол түнде ашылуында дейді. Мен де
мен күлкім келіп жатқан жоқ оғаншы, мен жыным келіп жатыр ше. Үшін бармай қалдық негізінде, ол қырсығып. Қазір андай болып кеткен ғой қазір. Ойланып дұрыс өмір сүріңдерші, өтініш. Осы жақта осындай магазиннің ашылуы жатыр, блогер досымның. И вот мен ашылуына келдім өзім досымның. Бұнда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Ертең осымен мен жұмыс жасаймын. Енді ол менің жігітім де емес, түсінбедім оны салып жатқанын. Сыйластығы осы болса, типа мен позорымды шығарып салып жатыр ма, білмедім енді. Ну ладно. Білмедім, енді сенбеймін дейді, жігітімен машинада жүр дейді. Енді мен оны осы жаққа шақырып алып, осындай блогерді мен онымен де реклама жасамайтын шығармын. Бұл менің жұмысым, осында келдім, бүгін ашылуы болды осылай. Және мен подругам келген Шымкент қаласынан осы открытие үшін. Ертең бірге жұмыс жасаймыз. Сол енді ештеңе айтқым келмейді. Әркімдікі өзіне дұрыс қой. Ну ладно. Солай, короче. Маған өте ауыр сөйлеп кетті да қазір. Если честно, мен олай салмай қойыңыз дедім. Сіз маған сенбей тұр да, енді мен мына жаққа кіргізбеймін ғой оны. Не үшін кіргізу керек екенін өзім жұмысыма. Жарайды енді, бірақ білмедім, неге олай толтырып істер салып жатыр, алмайды соны. Мен өзімнің уақытым бар, өзім жүрем. Бұл жақта сет ұстамайды, подвал. Сол. Енді көрсін өзі. Ештеңе демеймін. Я тот случай, голову ломать круче всех.